Қайырлы таң, қымбатты игі жақсыларым. Бүгінгі күн Алла Тағаланың нұры төгілген күн. Бүгінгі күн көк аспанның қара бұлтты тарқатып ашылған күн. Бүгін жеңіс күні. Бұл күн жай ғана тарих бетінде қалған мереке емес. Бұл күн бір ғасық қаны қалғанша ел үшін шайқасқан аталардың жан айғайы мен Аллаға жасаған соңғы дұғасының қабыл болған күні. Сұрапыл соғыс жылдарында қара жер қанға боялды. Талай шаңырақтың шамы сөнді. Талай ана қара қағаз құшақтап көз жасын көл қылды. Бірақ дәл сол сәтте Алла Тағала үміттің шырағын өшірмеді. Қара түнектің арасынан жарық сыйлады. Жүректерге сабыр берді. Әлсіздерге күш, жығылғанға рух берді. Майдандағы аталарымыз елім аман болсын деп оққа кеудесін тосқанда, ауылдағы аналарымыз таңның атысы күннің батысы тыным көрмей еңбек етті. Күс-күс болған қолдары бүгінгі бейбіт өмірдің іргетасы еді. Олардың әр тамған тері ертеңгі ұрпақ үшін жасалған дұға секілді болатын. Міне, сол Алланың қалауымен келген жеңістің арқасында біз бүгін бейбіт аспан астында өмір сүріп отырмыз. Бұл адамның ғана күші емес. Бұл жаратқанның қалқына берген мейірімі мен кереметі. Сондықтан бүгін көк аспанға қарағанда жай ғана аспанда емес, аталардың аманатын көреміз. Аналардың көз жасын көреміз. Алланың қазақ еліне берген тыныштығын көреміз. Енді соғыс деген қара бұлт еліміздің үстіне ешқашан үйірілмесін. Балалардың күлкісі ешқашан үзілмесін. Көк туымыз көк аспанда мәңгі биік желбіресін. Алла қаласа. Жеңіс күні құтты болсын. Батыр бабалардың рухы шат болсын. Алла Тағала елімізге тыныштық, халқымызға ынтымақ, бірлік, жүрегімізге иман нәсіп етсін. Аспанымыз ашық, туымыз биік болғай. Бағаналы бірлікте, мағыналы тірлікте болайық. Алла Тағала ұлық қорған болсын қазағыма. Алла Тағала ұлық, Мұхаммед оның елшісі. Айсара, оқыған Шекер Қадылбекқызы.